Алдыңызда 3 есік тұр. Ішкі түйсігіңізге сеніп, өзіңізді ерекше қызықтырған бір есікті таңдаңыз. Таңдауыңызды есте сақтаңыз. Ал енді таро карталары арқылы сол есікті таңдаған жандарды алдағы 30 күнде қандай оқиғалар күтіп тұрғанын бірге көрейік. Бірінші нұсқаны таңдаған достар, бұл жерде энергия өте жақсы. Алдағы 30 күн ішінде бұрыннан байланысын үзген адам қайтадан сізбен байланысқа шығады. Немесе алыста жүрген туыс, дос, көптен бері хабарласпаған адам сізге хабарлама жібереді. Бұл адам сізден жасы үлкен болады, немесе өзін ұстауы, ойлау деңгейі сізге қарағанда әлдеқайда жетілген адам болады. Яғни оның бойында үлкен адамның энергиясы бар. Ол шын мәнінде жасы үлкен кісі болады, немесе көптен бері байланысы үзілген адам ретінде қайтадан сізбен байланысқа шығады. Бұл адамнан алаңдамайсыз, өйткені сіз оны бағалайсыз, тіпті ұнатасыз. Оның хабарын естігенде қуанасыз, жүрегіңіз жылып, көңіл күйіңіз көтеріледі. Бұл адамның бойында императордың қасиеті бар. Императордың қасиеті қандай? Ол өте практикалық, нақты адам. Өмірге шынайы қарайды. Іс-әрекетінде кейде сәл өктемдік танытады. Яғни өзі дұрыс деп есептеген нәрсені сіздің де тыңдауыңызды қалайды. Ол көбінесе бәрін алдын ала жоспарлайды және жағдайды терең түсінеді. Сондықтан бұл адам сізге рухани бағыт көрсететін адам болады. Ол сізге бір-екі ауыз сөз айтып, рухани тұрғыдан үлкен ой салады. Бұл адамның сөзі сіздің жүрегіңізге әсер етеді. Негізгісі осы. Біз тек 30 күнді қарап отырғандықтан, 30 күн аса ұзақ уақыт емес. Сондықтан осы кезеңде үлкен адам энергиясы бар, бір адам сіздің өміріңізге қайта келеді. Ол ер адамда, әйел адамда болады. Бірақ бұл адам бұрын байланысы үзілген адам болады. Немесе көптен бері хабарласпаған, бірақ сіздің жүрегіңізде әлі де орны бар адам сізге жылы әсер қалдыратын хабарлама жібереді. Екінші оқиғаға келсек, кейбір адамдар қаржылық жағдайға байланысты қиындықтарды бастан өткеріп жүр. Бұл қаржылық жағдай сізден тікелей туындамаған. Бірақ сіз басқа адамның мәселесін бірге көтеріп, оның қиыншылығына ортақтасып кеткенсіз. Сіз басқа адам үшін жауапкершілікті махаббатыңыздан, достықтан немесе адамға деген адалдығыңыздан алып жүргенсіз. Бірақ алдағы 30 күн ішінде сіз шығынды тоқтататын маңызды әрекет жасайсыз. Сіз өзіңіз үшін белгілі бір жақсы ниетке негізделген шекара қоясыз. Ойлана келе, мен оны жақсы көргендіктен оның қарызын немесе мәселесін үнемі өз мойныма ала беруім керек емес. Белгілі бір ережемен шекара қоюым керек деген шешімге келесіз. Яғни сіз уақытында тоқтап, өзіңізді қорғайсыз. Сіз бұл шешімді екі тарапта қабылдай алатындай етіп, өте жұмсақ түрде жеткізесіз. Кейбір адамдарда бұл байланысты толығымен тоқтатып, бәрін тағдырға тапсыру түрінде көрінеді. Өйткені кейбір жағдайларда ол адаммен енді байланысу мүмкін болмай қалады. Тіпті алдау немесе сатқындық орын алған. Ол адам мүлдем жоғалып кетеді. Сондықтан сіз ақылға жүгініп, не істеу керек болса, соны істеймін деген шешімге келесіз. Егер мәселені заң арқылы шешу керек болса, заңға жүгінесіз. Өзіңіз үшін нақты шекара қоясыз. Ал кейбір адамдар әлі де байланыста болады. Ондай жағдайда сіз жұмсақ түрде. Біздің қарым-қатынасымыз осындай деңгейде болуы керек. Бұл менің сені жақсы көрмейтінімнен немесе енді саған алаңдамайтынымнан емес. Керісінше, мен сенің жақсы болғаныңды қалаймын. Біздің қарым-қатынасымыз бәрібір сақталады. Сондықтан осындай шешім қабылдадым, мені түсінерсің деп үміттенемін дегенге ұқсас сөздер айтасыз. Яғни сіз өзіңіз үшін дер кезінде шығынды тоқтататын шекара қоясыз. Өйткені сіз оған алаңдайсыз, оны жақсы көресіз, оған көмектескіңіз келеді. Бірақ осылай жалғастыра берсеңіз, өзіңіз де сол мәселеге батып кететініңізді түсінесіз. Ал шын мәнінде ол адам сізге ең қатты мұқтаж болған кезде, оған қол ұшын беру үшін бір адам мықты әрі тұрақты болып қалуы керек. Сондықтан сіз осындай шешім қабылдайсыз, және өз қаржылық жағдайыңыз бен өміріңізді қорғауды бірінші орынға қоясыз. Сырт көзге бұл өзіңізді ғана қорғау сияқты көрінеді. Басқалар сізге, неге менімен бірге қиындықты бөліспедің? Неге адалдығыңды көрсетпедің деген сияқты сөздер айтады. Бірақ шын мәнінде сіз жағдайды толық көре алатын адамсыз. Сіз оны шын жүректен ойлап, оның игілігі үшін осындай шешім қабылдайсыз. Ал үшінші оқиғаға келсек, сіздің шығынды тоқтатып, шекара қойғаныңыздың арқасында қаржылық жағынан береке келе бастайды. Яғни қаржылық жағынан жақсы энергия ашылады. Бұл ақшаның қайдан келетініне қарасақ, ол сіз күнделікті айналысып, еңбектеніп жүрген нәрсеге байланысты болады. Бұл сіздің жұмысыңызға байланысты келеді.
Жұмысыңыздан күтпеген жерден ақша аласыз. Бұл бонус, сыйақы немесе қандайда бір ұтыс түрінде келеді. Өйткені бұл, сіз бұрыннан айналысып жүрген нәрсеге байланысты болады. Сол жерден ақша табасыз. Сондықтан сіз өзіңіз үшін, мен дұрыс шешім қабылдаған екенмін деп сезінесіз. Басында сізді басқа адамдар түсінбейді. Жаңа ғана айтқанымдай, сіз бір жерде шекара қойып, біреуге, мен енді саған көмектесе алмаймын деген сияқты сөз айтасыз. Бірақ дәл осы шешімнің арқасында сіздің жолыңыз ашыла бастайды. Сонда сіз бұл жағдайда өзіңізді бір күштің қолдап тұрғанын сезінесіз. Яғни ғалам сізді қолдап тұрғандай болады. Басқалар сізді түсінбесе де, сіз ішіңізден бұл шешімнің дұрыс болғанын түсінесіз. Мұны ғаламнан келген үлкен бір белгі ретінде қабылдайсыз. Сондықтан қаржылық жағынан шығынды тоқтатқаннан кейін, ең алдымен ақшаңыз біртіндеп жинала бастайды. Бұл қалыпты нәрсе. Одан кейін күтпеген жерден қосымша ақша келе бастайды. Бұл ақшаны алдын ала болжай алмайсыз. Ақша бонус ретінде келеді, үлкен тапсырыс аласыз, ірі жұмысқа қол жеткізесіз немесе ұтысқа ие боласыз. Яғни ғалам сізге күтпеген бір жолмен ақша беріп, сен дұрыс дедің дегенді сезіндіреді. Сіздің қабылдаған шешіміңіз қаржылық жағдайыңыздың жақсаруына жол ашады. Алдағы кезеңде ақша мәселесі біртіндеп реттеліп, қаржылық береке көбейеді. Екінші нұсқаны таңдаған достар, бүгінгі жорамал тақырыбы, алдағы 30 күнде сізде болатын 3 оқиғаны қарастырайық. Жақсы, алдымен көріп тұрған бірінші энергиям, сіздің энергияңыз бірінші нұсқамен аздап байланысты. Сондықтан кейін бірінші нұсқаға қайта барып, оны да тыңдап көруді қарастырыңыз. Ал енді сізге бірінші оқиғаны айтып берейін. Мен көріп тұрған адамдардың бір бөлігі үшін, бұл махаббат пен қарым-қатынасқа байланысты. Егер сіздің ұнататын адамыңыз болса, осы адаммен арадағы қарым-қатынасыңыз жақсарады. Егер бұрын араларыңыз түсініксіз, бір-біріңізбен жиі ұрысып қалатын қарым-қатынас болған болса, араларыңыз қайта жақсарады. Яғни бұрынғы реніштерді ұмытып, қайта татуласасыздар, қарым-қатынасты қайта қалпына келтіресіздер. Ал егер сіздің біреуге деген жасырын сезіміңіз, яғни ішіңізден ұнататын адамыңыз болса, онда сіз бен сол адамның арасы ашық, еркін әрі бір-біріңізбен жеңіл қарым-қатынас жасайтын жағдайға өтеді. Яғни бәрі бұрынғыдан жақсы болады. Өйткені жасырын түрде біреуді ұнататын адамдардың арасында бұрын бір-бірін қуалау немесе бірінің жақындап, екіншісінің алыстауы сияқты жағдайлар болады. Алдағы 30 күнде сіз бен ол адам еркін қарым-қатынас жасайтын кезеңге өтесіздер. Екеуіңіз де бір-біріңізге жол беріп, бұрынғы реніштерді көңілден шығара бастайсыздар. Сондықтан енді бір-біріңізбен жеңіл қарым-қатынас жасайсыздар. Жүректеріңіз қалағандай араласасыздар. Бұл сізге әлдеқайда жеңіл әрі жағымды сезіледі. Ал тағы бір топ адам бар. Егер сіздің қазір ұнататын адамыңыз болмаса, ешкім туралы ойламасаңыз, жүрегіңізде ешкім болмаса, онда сіздің өміріңізге досыңыз сияқты еркін араласатын, сізбен жақсы үйлесетін адам келеді. Ол адам өміріңіздегі маңызды адамдардың біріне айналады. Сондықтан оған назар аударыңыз. Мұнда махаббат жолының ашылатын энергиясы бар. Бұл жақсы махаббат мүмкіндігі. Сондықтан осы мүмкіндікті жақсылап пайдаланып қалыңыз. Енді көріп тұрған екінші оқиғаға келейік. Кейбір адамдар үлкен бір істі қолға алады немесе маңызды келісімшартқа қол қояды. Яғни белгілі бір кезеңдік тапсырманы аяқтайсыз. Бұл сіздің еңбегіңіз бен күш-жігеріңіздің нәтижесі. Сіз көп сөйлеп, өз ойыңызды жеткізіп, көзқарасыңызды білдіріп, өз болашағыңызды көрсетесіз. Соның арқасында басқа адамдардың мойындауына ие болып, үлкен бір мүмкіндікті қолға түсіресіз. Бұл маңызды белес. Тіпті келісімшартқа қол қою энергиясы анық көрінеді. Сондықтан өзіңіз тексеріп көріңіз, сіздің өміріңізде сізге келісімшартқа қол қойғандай әсер беретін жағдай орын алады. Кейбір адамдар үшін бұл шынымен де келісімшартқа қол қою болады. Негізінде бұл, сіз көптен бері қатты қалаған нәрсе. Ол сізге бір нәрсенің нақты жүзеге асқанын сезіндіреді. Яғни енді өміріңіздің басқа бір кезеңі ресми түрде басталады. Сіз белгілі бір кезеңдік жеңіске жетесіз. Бұл болашағыңызға негіз қалайтын маңызды нәрсе. Осы мәселе шешілгеннен кейін, алдағы көптеген жылдары сіз осы жолмен жүресіз. Және осының арқасында береке келеді. Мысалы, егер бұл жұмыс ауыстыруға байланысты болса, дәл осы бағыт сіздің болашақ жолыңызға айналады. Ол сіздің алдағы 5 немесе 10 жылыңызға әсер ететін маңызды бетбұрыс болады. Ал енді үшінші оқиғаға келейік. Үшінші оқиға біршама кең мағынада көрінеді. Бұл картаның энергиясы жалпы сипатта болады. Қалай түсіндіруге болады?
Менің ойымша, сіз бұрыннан бері, тіпті аз уақыт емес, ұзақ уақыт бойы сізді алаңдатып келген бір нәрседен немесе бір адамнан, қандайда бір жағдайдан біртіндеп шығасыз. Бұл адамда, жағдайда, қандайда бір мәселеде болады. Сіз одан алыстай бастайсыз. Бұл ең алдымен сіздің ішкі көзқарасыңыздың өзгеруімен байланысты. Сіздің ойлау жүйеңіз өзгереді, сонымен бірге бүкіл энергияңыз да өзгереді. Бұрын сіз өте сәтсіздік деп қабылдаған нәрседен енді оның басқа жағын көре бастайсыз. Яғни оның жақсы, жағымды жағын көресіз. Соның әсерінен сіздің жалпы жолыңыз бен энергияңыз да көтеріледі. Сіз өткенді артқа тастап қайтадан алға ұмтылып, нақты шешім қабылдайтын күйге келесіз. Және сіздің бойыңызда әрекет ету күші пайда болады. Сіз жақсы бір мүмкіндікті немесе күтпеген оң өзгерісті көріп, бірден алға ұмтыласыз. Бұрынғыдай қайғыға немесе уайымға батып отырмайсыз. Бұл жолы сіз бір мүмкіндікті батыл түрде ұстап қаласыз. Сөйтіп алға жүріп кетесіз. Бұл жағдай сіздің кейінгі өміріңізге өте жағымды әсер етеді. Сіздің өміріңізде белсенді, оң энергия пайда болады. Тіпті сіздің ойлаған нәрсеңізді жүзеге асыру қабілетіңіз күшейеді. Осындай энергиямен жүрген кезде өзіңіз: неге менің жолымда бәрі бірінен соң бірі болып жатыр? Не айтсам, соған қол жеткізетін деймін. Нені ойласам, алдымнан сол шығып жатыр, деп таңғаласыз. Сондықтан осы позитивті энергияны ұстап, батыл түрде алға жылжыңыз. Менің ойымша, ғаламның сізге айтқысы келгені осы. Бірақ көріп тұрғаным, сіздің өміріңізде өте маңызды шешуші өзгеріс болады. Ұзақ уақыт бойы сізді мазалап, алаңдатып келген үлкен бір мәселе енді түбегейлі өзгереді. Сондықтан мен мұны ең алдымен ішкі дүниеңіздегі, көңіл күйіңіздегі үлкен өзгеріс деп қабылдар едім. Бұл ішкі өзгеріс сізге нақты күш береді. Сол күштің арқасында сіз әрекет ету қабілетіңізді деп көрсетесіз. Осындай күш пайда болған кезде, қандай іс бастасаңыз да, жолыңыз ашылып, кедергілерді жеңу оңайырақ болады. Жақсы, бұл сізге жеткізілген хабар. Сіз өзіңіз тексеріп көріңіз. Осы видеоны көргеннен кейінгі 30 күн ішінде айтылған нәрселердің сізге сәйкес келгенін байқасаңыз, қайта келіп, пікірге өз кері байланысыңызды қалдырыңыз. Сізге ақ тілегімді білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыз. Үшінші нұсқаны таңдаған достар, бүгінгі жорамал тақырыбы, алдағы 30 күнде сізде болатын 3 оқиғаны қарастырамыз. Алдымен үшінші нұсқаны таңдаған достардың энергиясына қарасам, өткен кезеңіңіз біршама қиын болған. Менің ойымша, бұл өткендегі қиындықтар сіздің ішкі жан дүниеңізде көбірек көрінеді. Яғни сіздің өміріңізде шешуі қиын болған, жүрегіңізде түйін болып қалған белгілі бір мәселе бар. Мен бұл жерден ерекше байланысты көріп тұрмын. Негізгі түйін, алдағы 30 күн ішінде сен бір нәрседен толық босап, көңілің орнына түседі. Оған басқа қырынан қарай бастайсың. Өмірге сырттай күлімсіреп қарайтын адамдай күйге енесің. Тіпті жаның тәніңнен бөлініп шыққандай, өз денеңнің сыртында тұрып, бүкіл әлемге жоғарыдан қарап тұрғандай сезім болады. Сен оқиғаның ішіне араласпай, сырттай бақылаушы ретінде қарай бастайсың. Осыдан кейін жүрегің жеңілдеп, ішкі қысымың босайды. Жаның тынығып, өзіңді қайта қалпына келтіріп, ішкі жараларың жазыла бастайды. Сен тыныштыққа келуге, медитацияға немесе ойыңды өзгертуге көмектесетін рухани тәжірибелерге көңіл бөлесің. Осы арқылы өзіңді осы сәтте өмір сүруге үйретесің. Сенің көзқарасың өзгереді. Бұрын ішіңді жеп жүрген мәселелер біртіндеп босайды. Соның нәтижесінде денсаулығың да жақсара бастайды. Киелі кітапта айтылғандай, өмірдің жемісі жүректен шығады. Бұған дейін сенде көңілсіздік, ішкі ауырлық, сыртқа шыға алмай жүрген мұң болды. Осы сезімдердің әсерінен көп күшің өзіңді кінәлауға, өзіңді іштей жегідей жеуге жұмсалды. Сен өзіңді көп талдайсың. Өзін-өзі саралау жақсы нәрсе. Бірақ барлық ренішті ішке жинап, бәрін үнсіз көтере беру адамға ауыр тиеді. Бұл ішкі күйзелісті күшейтеді, денеге де әсер етеді. Кейбір түсініксіз болып көрінген денсаулық мәселелерінің артында адамның ішкі күйімен ұзақ уақыт бойы көтеріп жүрген ауырлығы да тұрады. Алайда үшінші топтағы адамдардың жүрегінде қазір босану басталды. Сен біртіндеп осы сәтпен өмір сүру кезеңіне өтесің. Өмірге күлімсіреп қарайтын боласың. Жұрттың бәрі ұйқыда, ал мен ояумын дегендей көзқарас қалыптасады. Осы ұстанымнан кейін денеңде қайта жанданып, күш-қуатың қалпына келе бастайды. Сондықтан денсаулық жағдайың айтарлықтай жақсарады. Мұны өзіңде анық байқайсың. Мысалы, бұрын қанша тырыссаң да салмақ тастай алмаған болсаң, енді салмағың төмендей бастайды. Ал салмақ қосқысы келген адам бұрын нәтиже көрмесе, енді салмақ қоса бастайды.
денеңде осындай анық өзгеріс байқалады. Ал екінші оқиға ерекше. Үшінші нұсқаны таңдаған адамдардың бір бөлігі руханиятқа байланысты жұмыспен айналысады немесе осы бағыттағы қызығушылығын дамытады. Осы жұмыспен қызығушылық арқылы назарыңды басқа мақсатқа бұрасың. Сен мұны өзіңді үнемі қыспаққа алып жүрген адамнан немесе сені қажытқан қарым-қатынастан алыстауға себеп ретінде пайдаланасың. Мен мұнда біреудің сені бақылап, басқаруға тырысқан энергиясын анық көріп тұрмын. Үшінші топтағы адамдардың өткен кезеңі оңай болған жоқ. Сен ұзақ уақыт бойы қысым көрдің. Бұл жерде ПО сияқты психологиялық манипуляцияға ұқсас жағдайда көрінеді. Сен ұзақ уақыт бойы қысымда болдың. Бұрын өзіңді түсіндіруге, өзіңді ақтауға немесе бір нәрсені дәлелдеуге тырыстың. Ал қазір сен рухани күшті пайдаланып өзіңді өзгертесің. Сені басқарғысы келген адам немесе қарым-қатынас енді саған бұрынғыдай әсер ете алмайды. Сен оған мән бермейсің. Ашуланбайсың. Қайта жауап бермейсің. Өзіңді түсіндірмейсің. Сенің ешқандай әрекетің болмайды. Ол қандай да бір әрекет жасаса да оның саған әсері болмайды. Ақырында ол өз мақсатына жете алмай шегініп кетеді. Бұл сендегі өте ерекше күш. Бұл топтың энергиясы шынымен ерекше. Сен өз назарыңды басқа жаққа бұрып, өз күшіңді дұрыс пайдаланып, бұрын сені қинаған жағдайлардан тыныш әрі шебер түрде өтіп кетесің. Сені қорғап тұрған күш бар. Бұрын қорқынышпен өмір сүрген сәттерің артта қалады. Енді сен өзің болып, еркін өмір сүресің. Сен өміріңнің осы кезеңіне қажетті дұрыс бағытты таңдайсың. Сол сәттен бастап бәрі біртіндеп ретке келеді. Рухани деңгейің көтеріледі. Әлемнің өзі сені қолдап, денсаулығыңа зиян келтіретін және саған ауырлық әкелетін қарым-қатынастардан алыстатады. Ал үшінші оқиға кейбір адамдарға қатысты болады. Үшінші топтағы адамдардың бір бөлігі ажырасу туралы ойлаған. Енді ұзақ уақытқа созылған қарым-қатынастан шығуға нақты шешім қабылдайсың. Алдағы 30 күн ішінде бұл жоспарды іске асыруға кірісесің. Өзіңді қорғау үшін қажетті дәлелдерді жинайсың, құжаттарды реттейсің және болашақта қажет болатын ақпараттарды сақтай бастайсың. Бұл әрекеттерді ешкімге білдірмей, өзің үшін жасайсың. Тағы бір бөлігі заң, полиция, сот немесе мемлекеттік құқық қорғау органдарына қатысты мәселемен айналысады. Алдағы 30 күн ішінде бұл мәселенің бағыты өзгереді. Іс бойынша маңызды кезең аяқталып, саған нақты хабар келеді. Бұл хабар сен үшін қолайлы болады. Кейбір адамдар полицияға арыз жазып түсініктеме беріп, жауап күтіп жүр. Бұл мәселе бойынша да алдағы 30 күн ішінде жаңалық келеді. Ал ісі сотқа жеткен адамдар сот шешімін күтеді. Бұл жерде де алдағы 30 күн ішінде маңызды жауап немесе шешім келеді және ол сенің пайдаңа шешіледі. Егер ісің ұзақ уақыт бойы созылып, күрделі жағдайға айналған болса, бір маманмен ғана шектелме. Тағы бір кәсіби маманға барып, екінші пікір ал. Басқа сарапшының көзқарасын тыңда. Бұл сен үшін маңызды болады. Бұл күтпеген жерден келген қосымша хабар. Ал үшінші топтағы адамдардың басым бөлігі үшін негізгі өзгеріс жұмысқа байланысты. Сен жұмысыңды ауыстырасың. Қазіргі жұмысыңды жалғастыра алмайсың және жаңа бастамаға қадам басасың. Сен жаңа бағыт іздейсің. Екінші дағдыны меңгере бастайсың. Өзіңе жаңа мүмкіндік ашасың. Кейбір адамдар қазіргі жұмысынан шығу үшін келісімшартты бұзуға байланысты белгілі бір шығын немесе міндеттеме алады. Сондықтан қандай баға төлеу керегін есептеп, оның саған қаншалықты тиімді екенін өлшейсің. Үшінші топтың энергиясы расында да күрделірек. Мұнда бірнеше түрлі жағдай қатар көрініп тұр. Бүгін келген хабарламалардың барлығын сендерге жеткізуге тырыстым. Бұл ақпарат сендерге пайдалы болсын. Алдағы 30 күн ішінде осы айтылған жағдайлар сенің өміріңде орын алады. Егер сәйкес келсе, кейін қайта келіп, пікіріңмен бөліс. Саған тек жақсылық тілеймін. Келесі кездескенше.